Күтеміз. Енді оғырақым айтылды прикладной отделде үлкен сейф бар да, ондай сейф ешкімде жоқ. Драгметалл сақлайды да ондай сейфті. О драгметаллдың қасына обязательно ана драгметалл бұзылмасын деп бір шеше коньяк я бір шеше арақ салып қоямыз. Металл бұзылмасын деп. Сөйтіп күнде емес бірақ, күнде десе лап болып кетеді. Анда-санда шаршаған уақыттар деп барамын, келе ғой дейді. Сөйтіп кішкентай сол рюмкілердің біреуін екеуін үйде сақлап қойып. Ана советский қайтыс болған уақытта намазына универмагтар менді жұмсады, шығғызып Жаһангерге ұқсайтын едім, жас жігіт едім. Бір коробка рюмка алып келдім, сыртында балықтың суреті бар кішкентай. Сол рюмкіден екі рюмка үйге сақлап қойған. Ғарыдан естеліктеп алып қойдым. Сақланбаптай, бар еді негізінде. Кішкентай рюмка. Сөйтіп сейфімде рюмкілер тұрады жаңағыдай кішкентай. Сөйтіп барғаннан кейін қайтарда болама шаршаған уақытта жаңағы құйып мынадан деп құйып, содан ішіп, ырымын істеп, шаршаған шығарып кететін екен заманға. Сандықлар біреуінің үстіне біреуін қоямыз да, кондықта. Мініп, ешкім өзі ондай бар деп ойламайды да. Не бір қызық нелер болады еді. Бір күні мына Горбачевтың уақытында сухой закон деген шықты. Арақ ішуге болмайды деп. Айгүл сен сол сухой деген жәмиеттің басылығы еді да? Член общества. Сөйтіп және былай тұрсын, айына 2 мәрте айлық аламыз ғой, аванс пен расчет. Айлықта әр кімнің қолына 2 шешені арақ береді да. Біздер бір үйден 2 адам істейміз, әр дейді 4 шеше, бір айда 8 шеше арақ келеді да. Енді 1000 ішкенде де оның бәрін іше алмаймыз ғой мысалы. Сатасаң дейді, біздер соны сатып келістіре аламыз ба, қайта қосып ішіп қоямыз сол сатамыз. Сөйтіп ашуым келді, айтсам қылмайды. Бір күні ана гөнез здание ортада тұрып алып, обедке жақындаған уақытта шешені аштым да әйелдердің көзінше іштім мәсаған деп та. Дәуір айтып барған директорға. Ал сондай ішінде пиян болып жүріпті. Сөйтіп Марина Николаевна уақытта ана зданияға көшіп еді, шақыртып алды. Ты что, во время рабочего времени пил, что ли? Мен айтып, нет дедім. Ну, говорят же, что мен обедтің уақытында іштім дедім. Ой, бәрібір емес пе дейді, мен айттым, бәрібір емес дедім. Ішетін жейтін басқа затым жоқ дедім, арақтан басқа. Не қыламын енді? Ерексіп тұрып алды. Айлық аз. Арақ бересіздер тұрасыздар. Азыр 8 шеше арақты мысалы, сол ақшасын бергенде қанша ауқат болар еді деп. Сөйтіп, қолдасы білмеймін қайсысы біреу мен күлтіраға атаулы құдай берген үстімден арзан жазып жіберген. Сондай жұмыста жүріп арақ ішеді, өйтеді бүйтеді. Сөйтіп бір күні Нұрдәулет келді, қолда папкасы, басында шапка, галстук таққан. Тексеруге келдім деп. Нағыз енді арақ қазанның ішінде қайнамаса да соның пуын жалап жүрген. Қазанның. Келіп тұрды, ал дейді, үстінен арда түсіп адырды, жұмыста жүріп арақ ішеді деген сөйтіп. Жаңағы кепті оғанам айттым. Арақтан басқа зат жоқ. Бар ма дейді? Бар деді. Оған 2 шеше арақ қойып, қабын ілдіріп қойып, кешке шейін ана майдалап кешке екеуміз отыр кабинетте. Сөйтіп, онам айтып барған, іштер жауап отыр, келген проверяющий екен. Сөйтіп 2 күннен кейін ата-бабалар звонит етіп тұр, әкемам қалған жоқ, шешем қалған. Кел маған кабинетке деп, министр да. Сөйтіп бардым, барсам Нұрдәулет күтіп отқан, келдің бе деді. Оға дедім, міне қабағына қар жауып, азыр жетіғымды жейсең барып деді. Сен не десең, мен жеп болдым. Екеуміз шақырып адық деді, министрдің алдына барып, деді, я жыларымды білмеймін дейді, теберсімше ата-бабалар. Я күлерімді білмеймін, нағыз тексеретін адам жіберген. Салбатlı adam söyledi. Берген арақты ящигімен қойып, анеге столды қойып, мен дүканшы тақатамын. Руслан Sonra çıktıktan sonra ya, sonra мен қарауылға жүріп кетті. Мен алмаған адам болса мен алайын. Сатып ана езді мен. Қара шай, көк шай, кофе. Сонда мен ешкім жұмыстың уақытында кеткенде көшеге екеуміз тексеріп тұрғанда күнде отырамыз, қашан арақ келеді деп. Айлықтың хесабынан бере ме сонда? Айлықтың. Баяғана нан, май беріп жүрді ғой, ұнменен иә? Hamma narsani aldı. Oy, kiyim-kechak әкеледі. Аяқ киім, етіктер, импортный киімдер, иә? Көйлек, пальто, етік, туфли келеді импортный. Магазиннен ала алмайсың ол заттар. Жоқ да. Бұл жерде үкімет бағасымен арзан бағада келеді. Содан лотерея істеп, лотерея ойнаймыз, иә? Антилова мен Көндірікованың біреуі военный часть істейтін еді, ол сияқтан алатын жаңа бір күні класс келді сөйтіп.
ешкімге болмайды жаңағы плащ ұзында. Мен өзім аламан деп оған жоқ, себебін сөйледі. Правком есабында сол жаққа барған. Германский плащ жақында дейін. Өзіме де сол плащ. Bir күні елі ядында бар кожаны етіп келген женскийде бір дана. Әмме ала жақ жаңағында. Bizim bala-şağa әсіресе жаңағы не қойдық, мына етіктей деп, мен өзі сондай етік әперемен деп жүрмін. Жоқ та ма, чистый кожа. Итальянский ме, бір шет елдің несі қолдасы, польский ма. Мен айттым, қысынба дедім, сенден басқа ешкім алмайды оны дедім. Яқ, әмме алғысы келіп жатыр. Сен аяқ кішкентай да, ана етік кішкентай размер. Ол біздің қатындарға болмайды музейдегілер, ешқайсысы. Оны ешкім ойламайды да, тек алу талабы. Сөйтіп жаңағы библиотекада разыгрывать етіп не қылып, мен айттым, сіздер тоқтап тұрмын дедім. Әуелі аяқтарыңызды көрің мынаны дедім. Қыздарыма аламан, ағайыма аламан деген болмасын дедім. Тек өздеріңізге болса аласыздар, ұтсаңыздар, болмаса алмайсыздар. Бәрі аяғында тық көріп, жақырламайды. Сөйтіп ең кейінгі біздің бала-шаға мен айттым, енді сен көр дедім, 36-шы размермен, мынандай кішкентай аяғы. Көп дейді ау. Көрдің бе дедім, айттым, сен ойламайтын затың жоқ дейді. Ол мен айттым, аяғы дедім, 41 мен 43-ке киеді. Турутина ол одырамын көп киеді, 41-сіне сондай. Ой, қызы. Сөйтіп не қылатын ек қой жаңағы. Бұл музейдің біздер сонда бар жоғы, әуелі бір 30 адамға жеткеніміз, сондай дәрежеде Советскийдің Ларисаға ауқат пісірген күннің жаңағы Ковалеваның екқабат негізгі яқтары қойып мына жер өзі деп ауқат таярлап барып тұрады. Ой, не ауызбіршілік күшілі де? Директор қатша көрдіңіз керек болма сатып жүрді, ауқат пісіріп тұрады. Бір жаққа кетсе, Ташкентке барма, Москваға барма, егер мынандай газетке орап, кішкентай кәмпит алып келеді. Или ядында әкелетін базарлық кәмпитті ортаға тастайды. Содан бір майданда дастұрхан жайылып болады. Әркім әуетін әкеледі, басқа әкеледі, ортаға қояды. Содан бір үлкен отырыспақ болып кетеді жаңағы. Біреудің туылған күні болса, оған тәйірланбаймыз. Bir kese şaya geldim mi, dasturxan толып қалады. Қаяқтан келеді? Холодильник тұрыпты кірген жерде холодильник постоянно тығылып тұрады ішінде. Қасында айнаны айтса? О, айна бар, ой, әмбеге айнаға қарап өтеді. Сол айна кімдің Гүлнаран кабинетінде сол ма? Я бұна изодағы ма? Сол екі орын біреуі, Екі айна бар. Күштің ақтар есатты ойламадым. Картотекаларды жақтағылай деп айнаны ойламадым. Әзір ойлансаң, ертекте я сол жылдар. Көзіңмен көрмесең, айтқанымен түсінбейсің да, ол дәуірдің ауызбіршілігі әсіресе. Силасыға біреу адам бар. Бізді Востокада Аслан Жолдашевтың Едексің Востокада. Сондай дәрежеде сол дәуірге қайттым мен Едектің Бақтаға барған аттарын Абдырахманмен сөйлескенде айтып жатыр, Едектің Востокынан есі. Бекан, сол машине қылмаймын сөйлеп, Бекан, мен художникпен мен сөйлесіп қалған Бекан десе бастан кетіп еді. Назарының алдына келіп, басын бұрап бітеді деп индискаға келіп отыратын еді. Квон бейшара, Аманбек Қошай үйіріп келеді. Советский мой отец деп. Сол Советскийдің ақшалары менде тұр ғой кейін уақытта. Айлығын әкеп береді күнде дай 10 рублей, дай 20 рублей бүгілер таусылды десем, как это таусылды деп. Соны айтамын, мынаған алмас, мынаған алмас. Құдай бөліп тақыты берді ме? Ой, не бір заманы. Азанда керамикаларды шығарып, үстіме қара халат трикон киіп аламын. Әмме халат киіп жүретін екен сол. Сөйтіп керамика жуып отырсам, жазым білдіреді. Ұзақтан Амангелдіған естімін, дауысын мен ұсап қаттырақ сөйлейіп, бір тентіреклеп жүреді, нағыз қарекенген жігіті да. Елестеп мына қолларын сермеп, боян ұзын болғаннан кейін аяқтары ұзын, әр жерден аяғын, әр жерден сермеп баш жүреді. Кен адамдай болып та. Сөйтіп мен ойлап отырмын, ішіп келатып та десем, өзінің ақ несі да сол. Сөйтіп келатып, ағаң қаяқта, ағаң қаяқта, ағам іште деді, Советский сұрап келді. Соның арасында Советский шығып өтіп, Игорь Витальевич деді, бірінші несі, здравствуйте деді, здравствуйте. Не қылды, ты что, пьяный что ли? Нет, я обиженный дейді. Ты что, обиженный дейсі? Қара дейді, Қыдырбай Саидты айтасам профессиональный художник, рус художниктерін айтасам, басқаны айтасам, сондай машқұр. Сөйтіп, мені мақтайсам, талантлы дейсі. Менің бір дипломым жоқ, қатты қағазым жоқ, мен соларда профессионал бола жатқан дейді.
Советскийдің бір сөзі еле ядымда кеше күнге де айтып қоймын саған алдын жазда. Мен деді сен оқуға кіргіземін дейді. Любой коллеганы апарып художественный деген. Бірақ дейді, Құдай Тағала берген саған мына талантты, сен күнді, жасыл реңді, аспанды, жерді, шөпті бәрін қандай қылып өзің көрген сен, көріп тұрған болсаң сондай қылып бересің дейді да, сенің ол талантың ол дейді. Ал сен оқып келсең мыналардың бәрін сызғышпен сызатын боласың дейді да. Кімге керек ол сызғышпен сызған? Деп не қылды? Сен оқығың келсе, мен сені пединститутта пединститут пединститутқа кіргіземін, кіресің бе деп. Сөйтіп оны пединститутқа заочный тіл әдебиеті ма біздер кіргізді. Оқып келіп шықты. Ол комсомол сыйлығының лауреаты болғаннан қызық. Bir күні келді, және өкпесін айтып келді Игорь Таевичқа. Мен өкпеліме ана пәленше лауреат болды, төленше лауреат болды. Менде ештеңе жоқ көкірегімде деп дейді. Сөйтіп жазып, рекомендация беріп, Ленин комсомол сыйлығының лауреат беріп. Жүрген жерінде айтып еді, мен Ленин комсомол сыйлығының лауреатымын деп бастайды сөзді. Ay to'xtab tur. Çay içsin birga içsin. Rahmet. Davom etavering. Mendan ruxsat. Rahmet. Amin. Kim o ayağını oraya? Sen ayağını oraya? Aylab ayağımı orasından kiyemen deydi de. Otur, birkaç şey otur. Qanday qo'ysin deb. Aslında sonra so'rab qolibman. Bolalar bu xonani Hamid Abadir magistr o'qiyotganda bu boshqa adabiyot deb o'tgan. Aytib berdi, men bolalarga so'rab o'qishim qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ladi. Atamning bilan papamning sevuvchi sol arkasida o'qib Sonuçta bir günü bilma, былтырма Marinik Murat'la bir ne yazdı da Facebook'a post yazdı. Taşkent'te bir dedi Xarezm ekspedisiyası hakkında leksiya okuğanda. Ben Dodalavadık da ekspedisiya, ananday bo'lgan ekspedisiyada mınanday bo'lgan, o'tgan bitgan deb balkim bilgan ayollar. Bir 5-6 qator ne yazdım da bu ekspedisiya tek qara ekspedisiya emas. Bizlerдің zamanavy adamların ko'zine, qulog'ine tek ekspedisiyalar eshitamiz. Biroq negizinde tushungan adamlar bu ekspedisiyaning arjag'i bu ulkan adamlarning taqdiri, человеческий судьбы deb de ko'p adamlarning taqdiri жатыр bu yerda. Местный adamlardan, sirт eldan kelgan, Rossiyadan kelgan adamlarning taqdiri. Sebebi ular tek qana qazuv niyetinde kelib o'tirmay, sol madaniyat bilan tanishuv, madaniyatni ko'rsatuv, bilimpazlar bo'lsin, etnograflar bo'lsin, qonaqlar bo'lsin, shu madaniyat deb keldi. O'zimizda misol Kamalовlarni aytdimda, Marat Ko'plovich, Nurmuhammedov bilan Qalibek Kamal qanday qo'llab-quvvatlagan, so'larni qo'llab-quvvatlab esimda Ferdo'ga kelib. Haq ketib qoldi. Bugun kelib o'tirib çay içamiz. Bu holatni поздравить etdimmi? Sizlarga de buyursin. Kechagi gap sen ham o'qib shunday tez arada diplom olgan. Quvonaylik, yaxshimi? Bu yil kirasan biroq, qalay bo'lmasin. Kirib kerak bu yil. Sol misoli Marat Nurmuhammedov bilan Qalibek Kamalovning поддержкасында muzey bo'lgan. Sebebi buni akayotgan kartinalar zapret yaqinda ruxsat etilmagan ishlarda, ruxsat berilmagan. Sonra Kamalov qo'llab-quvvatlagan akademik qo'yaverdi deb. Endi muzey ochganida da Kamalovning uzoqda ko'zlauning natijasi. O Qalibek Kamalovich o'zimizda muzey bor bo'l desa, yo'q, bu tarix muzeyi, bizda искусство muzeyi bo'lishi kerak. Endi qara dalillaydigan narsa. Искусство muzeyi bo'lganda. Bizning Qarabağ xalqi deydi, Aral bo'yinda, bu yerda shu Qarabağ degan so'zni yaxshi ko'radi edi. Mana Xarezm ekspedisiyasi sizlar Qarabağ ekspedisiyasi aytmaysizlar xafa bo'ladi. Сол себептен көп жерде бақылап жүрсіздер ме? Хорезм деген сөзді кең пайдаланып, арал бойы халықтар, Қобда арал деп көбірек айтамыз. Өзіміздің тарихымызды, фундаментімізді көрсетуіміз керек, ел екенімізді көрсетуіміз керек. Сол затты көп айтатын еді ол кісі. Сонда қызық затты айтып еді, бір интервьюында, несінде, үйіне барған уақыттарында, конторларда, жиналыста. Біздің халық дейді, сол Санкт-Петербургта, Киевте, Москвада, шетелдерде, Эрмитажларда адамдар қандай болып, көз алып пенен шұғылданып, соларды көріп, несіп етіп, соларды хақылымыз біздер деген отырған болса,
Bizim Karabağ halkın sonunda kendi haklı bularım deb aytатын edi. Tek halk емес, сол халықтың арасында, ортасында сондай музей болу хақлы бұлар. Инсан бұлар. Бұлардың мәдениеті үлкен мәдениет, кең мәдениет деп айтатын еді. Соның үшін искусство музейі болу керек деп. Сөйтіп бір не қылғанда Тигранды үйіне апарып таныстырғанда айтып еді қызық. Бюджеттегі пұлынан басқа әр жылы мен есеп тұрған уақытта жылына 100 000 рубль беретін музейге деп. 100 000 рубль деген көп нәрсе ол уақытта. Музейді қолдап қуатылады. Бұлардың бәрі тағдыр. Мына Аргилупова деген адам бар, бір мақала жазды бір уақытлары. Бұл журналист болған. Хорезмский экспедицияның журналисті де, сода табылып жатқан затларды анонс беріп тұратын адам болған да сол уақытта. Әзірде компьютер жоқ, не жоқ. Бір күндері Москвадан ұшып келген экспедиция Топrak қалада қазып жатқан уақыттар. Себебі Топrak қалада 119 документ табылғанда, бірден архиві табылған. Үлкен сенсация болғанда, сөйтіп соны естіп Нөкіске ұшып келген. Toprak қала қайда, Нөкіс қалайда, уақытта жол жоқ, машин болса болады, болмаса болмайды. Сонда келіп Нөкіс гостиницасында жатқанда, жаңағы Гелотова ескі сүрелерін жазып қойды. Сөйтіп дейді, ауқаттанатын жер жоқ дейді, қонақтар жоқ, гостиница босап тұрыпты дейді. Сөйтіп түнде келіп ертелеп жатты, сол жерде дейді, бір не тауып берді дейді, самсаға ұқсаған бір белешки ме, пирожки ме қатып қалған дейді жаңағы. Соны жедім дейді. Сөйтіп енді 4 күн бетке уақытта мына Елі қала деген болмаған ғой, беруінен 4 күн болған. Соған баруға дейді, машин іздесем машин жоқ деп айтты дейді. Ол қашан болатын белгісіз деп. Сөйтіп сол жерде біреулер айтқан, сен почтаға бар деген, почтадан көп адамдар келеді деп дейді. Сол почтаға барсам, почтаның қызметкерлері дейді, сол Топrak қалаға баруым керек деген естіп, маған дейді Топrak қаланың жаңалықтарын айтып кетті дейді, почтаның адамдар, телефонисттер дейді, қарап. Топrak қаладан сондай заттар табылып жатқан ғой деп. Сонда айтып қойып қарап, атуай адамдар дейді да, сол Toprak қалада болып жатқан жаңалықтардан хабары бар дейді, қарап. Бұлам адамдардың тағдыры да, соған қызығып. Телефонисткалар, әсіресе сөйлесіп жатқандар естіп отырады ғой телефонисткалар. Солардан хабарды алып, естіп отырып, басқа адамдарға жеткізеді екен да. Сөйтіп телефонисткалармен сөйлестім дейді, сонда мен кетуім керек еді. Маған солай жалғап беріңіз деп едім дейді. Сөйтіп жалғап берді дейді, онымен жалғағанмен экспедиция жүріп дейді, 4 күндің почтасымен сөйлестім дейді. Сол жаңа депеша жеткенім Толстовқа деп дейді. Сөйтіп 4 күнмен сөйлессем, 4 күндің телефонисткалар айтты дейді, ол адамдар занят әзір. Олар қызық заттар табылып жатыр дейді экспедицияда, соның үшін олар келістермен сөйлесетін де уақыт жоқ деп айтады дейді. Сонда жаңа қызық жатыр, какой-то 4 күн бір ауылдың телефонисткалар сол жақта не болып жатыр, қандай жаңалық болып жатқанын біліп отырды дейді. Сөйтіп дейді, маған сен одан машин таба алмайсың, Сабминге бар деп айтқан. Сен Москвадан келіп отырсаң, сен ол уақытта Москва деген үлкен абырой бар. Москвадан келіп отырсаң, машина жәрдем береді. Сөйтіп кімнің алдына сол уақытта Сабминнің председателі Досназаров екен, кәдімгі жоқ, біреудің алдына барған. Сөйтіп дейді, приемныйда жаңағы Москвадан келдім, сондай деп айтсам дейді, Сабминнің председателі жүгіріп шықты алдыма деп. Toprak қалада қандай жаңалық болып жатқанын білесіздер ме деп айтты дейді. Мен соны жазу үшін келіп тұрған адаммын деп айттым дейді. Сөйтіп дейді, как археологтай дейді, Сабминнің председателі археологтай дейді, тарихын айтып берді дейді. Табылып жатқан заттар туралы айтып берді. Бұл айтайын дегенім Хорезм экспедициясы адамдарды қондырған тағдырды. Әмме сол жаңалықтарды естіп, бүкіл дүние Қарақалпақстанда естіп, соны үлкен бір гәп болып жатқанда, сондай қолжазбалар табылып жатыр Топрақта. Келіңдер, отырып, Пердебай кел. Осы жақын тартпен. Кел, Пердебай кел. Болады, как раз сол көк шайды ашылған. Кел. Жақын, міне, берма, отыра бер. Сондай. Кешегі советский туралы кітап тастадыңдар ма? Тастамадыңдар. Оқыңдар, обязательно оқыңдар. Асықпай оқыңдар, ішінде көп қызық заттар бар да. Кел, Пердебай. Yaxşı, жетті бұл уже. Мен астаққа салдым. Алыңдар, жақын.
келешекке бұл. Сен айта аламын. Мына реставрация мәселесі мені бір тәшвишлендіріп жүрген зат бар да. Матрасөл үйдің фондында витринаның ішінде сүйектер бар. Солардың ішінде топырақ қаладан слоновой костьтан істелген бір скульптурка бар да, әйелдің үстінде. Оның басы жоқ, енді көкірегінде екі тесік бар, қарнында бір зат болған болу керек ұстап тұрғанда. Сол трещина болып жатыр да. Трещина болып жатқан себебі ол құрдан құр емес, екі себеп бар. Біріншісі әсірлер давамында, ол бірінші, үшінші әсірлердің скульптурасы жердің астында жатып, ызғар басып, ызғар сынып кеткен да. Бірінші мәселе. Сол себептен енді құрғаққа шыққаннан кейін ол құр трещина пайда болады. Екінші мәселе, оның ортасында штырь бар екен да, темір. Именно металлический, бронза емес, күміс емес, именно темірден істелген штырь. Оны штырьді қондырған себебі, видимо, бір затқа орнатқан болу керек та, ол скульптурканы. Я басына үстіне бас кигізді ме, басқа қылма білмейміз, бірақ факт ішінде штырь бар да. Сөйтіп баяғыда мен Москваға да хат жаздым. Трещина отырыпты, Гүлайымға да айтып, Гүлайымнан қызыққан, одан жазған, сол штырь. Енді ол трещина болып жатқаны штырь, анау темір көпшіп жатыпты да ішінде, коррозия басып. Мына темір көпшейді ғой, коррозия. Көпшіп, ана сыртында сүйек айырып жатыпты да, жан-жаққа. Сен жаңағы кәріслерменен байланысың болса, байланысың бар ғой, сен жаңағы суретке түсіріп ал. Штырьді суретке түсіріп, қай жерден табылған, 2000 жылға шамасы уақыт жердің астында жатқандарын айт, уникальнысын айт. Сондай мынандай табылған уақытта сыртында трещиналар болмаған, әзір трещина пайда болды. Бірақ влажный витринаға салып, сол влажный искусственно сақлап қойыпсап, обязательно айт. Күнде матрасөл жазып барып жатырмын былтырдан бері. Былтырғы қойдық, алтындағы жыл ма? Уже 2 жылда өтіпті да. Сол трещинасы үлкейіп жатыпты. Бірақ енді ал жерге қойғаннан кейін үлкеюі тоқтады, бірақ алеур трещина болғанда соны не істесек болады деп та. Оның бір жолы трещина, жаңағы штырьді шығарып алу. Бірақ ол штырьді шығара алмайсың, себебі уже коррозия басып, ана ішінде тырсиып тұрыпты да ол. Енді сүйекті сындырып жібереді, оны аламан деп ала алмайсың да. Екінші ұсылы бар, мен ойланып отпам, бір алмазный сверломенен жаңағы темірді тесу ортасынан. Аспетінен да тесіп, соны кеңейтіп, сөйтіп темірдің көлемін азайтып, каким-то образом алғанша алу да, ішінен тесіп алу жаңағы. Бірақ апасы нәрсе, ана сүйек шатынап кетуі мүмкін, ана не болған уақытта. Соның үшін алмазный сверло керек болады да, қымбат тұрады ғой, алмазный сверло. Үшінші ұсылы бар, бұны лазерменен алу. Темірді да, күйдіріп алу ішінен. Енді ол лазермен күйдірейін десең, оның темір қызады да, қызғаннан кейін сыртында сүйектен сындырып жіберуі мүмкін да. Соны бір ойлайсыз, қандай қылуға болады деп. Не істеуге болады? Сол уникальный затлар да бұл, соны сақлап қалуымыз керек. Сварочный аппарат шыққан азы, мындай татты тазалайды. Татты тазалайтын ба? Жақсыдан. Қосылған да жаңағы 4 в 1 болып қосылған. Алыңдар кәнекей, пахлаван. Электропресс дейді, қаным кемпи, өзінің жаңағыдай неменен лазерный кеседі да, сөйтіп одан кейін лазерный тазалайтын яғни. Пят базы. Қандай көрсең? Китайский яғни. Қатты алады қолдасы. Мынандай көлемде ес жайылады, сол көлемдегі ненің татын бәрін алады. Ол енді рекламадағыдай ғой, бірақ былайынша пайдалансаң көру керек мұның үшін. қандай белгісіз да? Жақсы келіп тұр, мынандай қап-қара темір дейін алып түседі, аппақ қылып яғни. Бұл жерде Италияда бір лазер көрдім. Ол мына парфюмерный магазинде да. Бірақ любой затты кесуге болады дейді, сұрасам. Темірден кеседі дейді. Армай келіскенде, лазер мындай бір жерге үйіліп не түсетін болса, оқты кесетін келді. Армайды шоқты кесіп түсіреді оны дегенде. Звездный войны кино бар ғой, лазермен. Жаңағы парфюмерный магазинде қойғанның себебін мына духи бір зат сатып аласың ғой. Мынандай шишеден істелінген сырты, сөйтіп подаркаға беретін болсаң, сыртына
лазермен жазып береді екен да шешеге. Сөйтіп қасында ноутбугі тұрып та не жазып жатсаң, қандай шрифтпен жазып жатсаң. Мысалы атыңды жаздыратын болсаң, атыңды жазып бересің, сұлулап каллиграфический қылып жазасың да шрифтпен. Сөйтіп жаңағыны өзінің ішінде сызғыштай несі бар, өкейдің плафонын қояды ішіне, қай жеріне жазу керек. Сөйтіп лазер көрініп тұрады, сызғыштай болып, айналарын жабады бәрі, сырттан көріп тұрасың. Сөйтіп бір кнопка басып жібереді, анау лазер қызылдап жаза береді, айнаны ойып та. Жаңағыда. Қиямет екен дедім. Нер очередь баратын қой армияның бар еді ғой базар жаздыруға. Ол гравировка қылып жазатын еді ғой. Мынандай несі бар. Бор машина. Міне изъемаем. Әрбір миллеттің, әрбір регионның өзіне сай тағамдары, үрпәдеттері бар. Самарқандқа осы нәрсе үріс болғанда бұларға. Қалбама. Албасы. Енді қазір көп уақыт бұл көрмегені мынандай коробка болатын еді, майдың коробкасындай коробка. Сосын коробкаға құйып әкеледі да. Сөйтіп сатып тұр. Сатып ба? Сындырып, қатты болады. Ішінде мынандай гүлжінің тұқымдары бар. Қатты жақсы көретін едім уақытында. Мынандай көрген жоқ едім мені. Мына пачкасын беріп тұр маған. Заманауи қылып шығарып жатқан ғой мынау, иә? Сатуға қолайлы. Шаң не болмайды, ана ашық тұрады ғой. Талып дейді. Талып бұл ненің аты екен ай болып, талып деген. Адамның аты мекен, компаниясының аты мекен. Рушан деп, қалға Рушан. Her türlü verdim, mesela bir diye görürsün. Енді заманауи шығарып жатқан ғой. Kukanski kaldı, her türlü verdim, çok sana Doktora деген ат қой Kaysı? Kal? Сол жаңағы әр жыл апрельский конференция деген болатын еді да, әзір білмеймін, бар ма жоқ па, қалып кетті ол. Самарқандта институт археологиясында болады да, бүткіл орайлық Азиядан келеді да, Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан бәрінен барады. Сөйтіп открытый лист аламыз әңгіме. Ол уақытта открытый листті беретін Юрий Петрович Манилов деген біздерде істеп кеткен кісі да, ұстазымыз. Ол открытый листті алу еман қиын. Ол кісінің мінезі, мен құсап шырт мінезі бере бермейді. Өткен жылғы отчетты әкелуің керек, сөйтіп доклад істеуің керек, докладың тасдиқлану керек. Содан кейін барып, онан тасдиқлайтын Асқар. Тасдиқланғаннан кейін болады раскопкасы дегеннен кейін барып открытый лист береді да енді жылы. Болмаса бермейді. Ал біздер звонит етеміз, Юрий Петрович, мен баратырпан десем, уже ол жақта открытый лист жазып қояды біздерге да. Бір жылда баратын жерімізге. Әмме айтады, әй бұл қарақалпақтарға аңсап, кесе открытый листті алып кетеді. Сөйтіп үйіне барамыз да. Bu yerden avtobüsмен барайық, әр бір күннен самолет ұшады. Түнде сағат 11-12 уақытында барады да самолет. Тура үйіне барамыз. Институт археологияның артында 2 этажды офистер бар, сода тұрады. Сөйтіп, ана әйелінен қорқады да, әйелі ірі, өзінен 2 есе ірі шығады. Папирос шегеді, сигарет шекпейді, папирос шегеді. Сөйтіп барып звонокты басса, жаңағы шығады да, үстінде купайкамен бір зат киіп шығады экспедицияны. Сіздердің қолайсыз уақытта келдіңіздер. Постоянно айтатын сол да, қолайсыз уақытта келдіңіздер. Жүрің меселе гүлкіңізді беріп жіберейін деп. Бер жағында 2 этажды общик бар. Соның бірінші этажы біздер құсаған қонақтар, аспиранттар үшін қойыпты да. Ана сіздердің жайыңыз даярлады. Мына жақтан әйелдің дауысы шығады. Қарақалпақтар келді ме дейді да. Я сен жата бер деп, ола бер деп не бар. Шығып шығады. Сен қандай адамсың дейді. Сен үйіңе дейді, адамдар келіп тұрған уақытта сөйтіп есіктен қайтара ма дейді да. Өзі ірі кеуделі, жаңағы дауысы ірі болғанымен кеуделіктен босты жаңағы әйел. Кіргіз ішке дейді. Сөйтіп есікті ашады. О, октябрь келіп тұрған екен ғой дейді. Кір ішке деп. Сөйтіп бейшара жаңағы ауқатландырмай жібермейді. Түнімен ауқат пісіреді, басқа болады, күйеуіне уақыт. Сен білсең, айтсаң болады, ол келеді оған. Мен бір зат таярлап қояр едім. 2 адамды білемін, біреуі Павловский Леонид Павловна, Вадим Николаевичтің әйелі. Ягодиннің әйелі. Үйіне барсам, шай бермей жібермейтін еді. Обязательно шай береді. Вадим Николаевич жаңағыдай да, ана әйелі ірі, бірақ кеулі бос. Сол үйіне барсам, сейчас жена будет ругаться дейді. Сразу соны айтады. Сол енді подъезде сөйлесіп кете берейік деп та. Сөйтіп әйелі көріп қалса, күйеуіне бақырады, кіргіз ішке деп. Жібермейді. Сол жаңағы пахлава дегеннен, халва дегеннен Самарқандқа барған уақытта дастарханға халва қояды.
Karabapaklar жақсы көреді мынаны деп. Көп заттар ядына түседі. Церковь. О, айтпақшы